Барлықтарыңызға қайырлы күн. Мен бүгін сіздерге ешқандай ақша салмай ақша табуға болатын 3 ақша табу жолын айтатын боламын. Ол ақша табу жолдарымен сіздер ешқандай қиындықсыз ақша таба аласыздар. Сол себепті де видеоны міндетті түрде басынан соңына дейін көріңіздер. Сол кезде сіздер барлығын түсініп, сол ақша табу жолдарын қолданып ақша таба алатын боласыздар. Ал енді каналға әлі тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде каналға тіркеліңіз, лайк басып, комментарий жазып, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Одан бөлек бізде апталық розыгрыш болады, білесіздер. Әр апта сайын 3 адам 1000 теңгеден ұтып отырады. Ол үшін не істеу керек? Ол үшін просто лайк басып, комментарий жазып жүру керек. Алдыңғы аптаның розыгрыш жауабы менің телеграм каналыма шықты, описаниядан көре аласыздар, және де барлығы адамдар өздерінің ақшаларын алды. Ал енді қараңыздар, мен бірінші ақша табу жолы жайлы жаңа ғана пост жаздым. Бұл жерде дәл қазір ақшаны шығара алмаймыз. Я, дәл қазір просто монетаны ала аламыз, болды. Бұл жерде токеннің айдиосы болып қойған, $0.45 болған айдио. Одан төмен болып шығуы да мүмкін, жоғары болып шығуы да мүмкін, ешкім білмейді. Қараңыздар, бұл жерде ең бірінші сайт тұр. Яғни осы ойынның официальный сайты. Бұл жерде дәл қазір не жазылған? Қазір оқып көрсететін боламын. Бұл жерде жалпы негізінде ойын жайлы ақпараттың барлығын осы сайттан алуға болады. Ең бірінші бұл жерде жазылған нәрсе Bitmartқа листинг шығады. Листинг Bitmart деген биржаға шығады 12 күннен кейін. Яғни біз ақшамызды 12 күннен кейін шығарып ала аламыз. Осы жерде смарт контракты бар и адрес контракта NFT NTS деген бар. Смарт контракт, токеннің смарт контракты, сол арқылы біз токенді таба аламыз. 12 күннен кейін Bitmartқа шығады. Сол кезде мен сіздерге жақсылап көрсететін боламын. Міндетті түрде видео жасамасам да телеграм каналға пост жазатын боламын. Одан кейін бұл жерде өздеріңіз көргендей дорожный карта, токеномика барлығын оқып көрсеңіздер болады. Бұл ойын жайлы ақпараттар. Одан кейін сіздер ол ойынның токенін сіздер қалай аласыздар. Бұл жерде қанша токен алуға болады? Бұл жерде 25 токен жай ғана тіркелгеніміз үшін алуға болады. Одан кейін 10 токен дос шақырғанымыз үшін алуға болады. Яғни 10 дос шақырып 100 токен алуға болады. Бұл жерде одан бөлек абуз деген не деп көп адам сұрайды. Абуз деген просто сіз дос шақырудың орнына өзіңіз басқа аккаунттармен тіркелесіз. Өзіңіздің артыңыздан өзіңіз тіркелесіз. Соны абуз дейді. Ол үшін электронный почталар табу керек. Бір 20-30 шақты электронный почта болу керек. Одан кейін электронный сим-карталар болу керек. Одан кейін проксилар, эмуляторлар болу керек. Эмулятор деген не? Қараңыздар. Прокси деген ол VPN сияқты нәрсе. Просто VPN-ге қарағанда надежный и қолдану оңай. Ал эмулятор деген ол комппен жасайды, в основном ондай нәрселерді. Nox сияқты плеерлер, былайша айтқан кезде. Қазір мен сіздерге приложениені қалай тартып 25 токенді қалай алуға болатынын көрсететін боламын. Осыны басасыздар и сіздерге приложение ашылады. Сіздер приложениені тартасыздар. Ал менде приложение емес, сразу ойын ашылады. Я, ойын ашылады менде сразу. Play Market'тен тартсаңыздар да болады, болмаса. Одан кейін осы жерге регистрация жасайсыздар. Регистрация жасаған кезде қиын емес. Бұл жерге өздеріңіздің юзернеймдерін жазасыздар. Одан кейін реферальный код деген жерге менің реф кодымды жазсаңыздар болады. Қалай аласыздар, қараңыздар. Телеграм келесіздер, копировать етіп аласыздар. Көргендеріңізде қиын емес. И басасыздар. Одан кейін мына жерге мысалы одан кейін кентюн басасыздар. Одан кейін бұл жерде Қазақстан жоқ. Мен Россияны таңдадым, Россияға SMS келді. Мен Россияны таңдадым, номер телефонымды жаздым, SMS келді. Яғни Россияны таңдауға болады. Ал Қырғызстан, Өзбекстан барлығы бар, мысалы. Қаны басатын болсақ, бұл жерде Қырғызстан бар, көргендеріңізде. Өзбекстан басатын болсақ, Өзбекстан тоже бар. Неге екенін білмеймін, бірақ Қазақстан жоқ екен. Өзбекстан тоже бар, жаңа көрдім, и бізге Россия керек. Россияны аламыз, и осы жерге телефон номерін жазамыз, одан кейін send RTP басамыз, бізге код келеді, сол кодты осы жерге жазамыз, одан кейін өзіміздің аккаунтымызға сразу кіргізеді. Ал қазір мен аккаунтқа кіріп түсіндіретін боламын. Мен жаңа профилім, жаңағы. Қазір мен уже адамдар тіркеліп жатыр приложенияға, көргендеріңізде. Менде level upgrade болды. Сіздерге ең бірінші кірген кезде қазір жабайық. 2-3 күн видео шықпаған, адамдардың бәрі что-то заряженный болып тұрған сияқты. Короче, сіздерге ең бірінші кірген кезде 25 монета береді.
Ол примерно 10 доллардай болу керек, если қателеспесек, бірақ түсуі де мүмкін биржаға сатылымға шыққанға дейін. Одан кейін бірінші левел болады. Сіз көбірек дос шақырған сайын левеліңіз көтеріледі, немесе одан кейін монета әр шақырған досқа 10 монетадан береді. Яғни 10 адам ол 100 монета. Одан кейін реф ссылка қалай аласыз? Мына реф earn деген басасыздар и осы жерден аласыздар. Басында 10 монетадан береді, кейін менде өсті. Көргендеріңіздей левел өскен сайын бізде де өсе беретін болады. Одан кейін достарыңыз шақырасыздар, қиын емес. Немесе ойын ойнасаңыздар да болады, ойындарға да тоже монеталар беру керек. Мен қателеспесем әрине. Одан кейін wallet transaction деген жерде бар. Қараңыздар, бізде қазір planning walletте тұр. Бұны біз неға ауыстыруымыз керек? Coming soon деп тұр. Дәл қазір ол болмайды. Бірақ 2 апта ішінде Bitmartқа шығатын болса, міндетті түрде ауыстыруға болады. Мен YouTube'тан көрдім видеолар. Вроде сенуге болатын ойын шынымен де токен листингке шығып қойған, және де қателеспесем Bitmartқа шыққаннан кейін сатуға болады. Ал менде екіншісі Opinion деген опросник. Бұл опросниктен көп адамдар сұрайды. Менде ақша шықпайды бұл опросниктен деп көп адамдар что-то сенбейді, бірақ бұл опросникте ақша шығады. Бұл опросникте опрос өте аз шыққанымен дос шақырғанымыз үшін бізге нормальный ақша береді. Қараңыздар қазір. Міне дәл қазір менде бір опрос тұр. Опростар тіпті орындамаймын да мен бұл жерде. Себебі менде 113.400 балл бар. Ол деген әжептәуір ақша негізі. Одан кейін досымызды шақырғанымыз үшін бізге копировать етіп алып, досымызды шақырғанымыз үшін бізге 2000 балл береді. 2000 балл деген қазір көреміз. Обменять деген басасыздар. Әр шақырған досыңызға 2000 баллдан береді. Бұл жерде мына қараңыздар, 15000 балл ол 1000 теңге. 15000 балл жинау үшін примерно 8 дос шақыру керек, қателеспесем. Бірақ ақша айына 2 ғана транзакция жібереді. Неге екенін білмеймін. Әр айдың 20-сынан кейін ақша түседі. Яғни жинаған ақшаңызды сіз әр айдың 20-сынан кейін шығара аласыз. Мысалы, ертең бүгін 1 болса, 15-теріне дейін жинайсыз, 15-теріне заявка бересіз, ол 23-24-тен түседі сіздің ақшаңыз. Бірақ бұл жерде минусы бар. Менде көргендеріңіздей 15000 балл жетеді шығаруға, 113.400 балл бар. Қазір міне көргендеріңізде менде отклонить етіп тастаған. 2 ғана шығарған. Әр ай сайын 2 рет шығара аласыздар. Мен қателеспесем, менде солай болып жатыр. Себебі мен алдыңғы ай тоже 5-6 заявка жерген, бәрін отменить етіп тастап, 2 ғана түскен. Осы жол тоже сондай. Бәрін отменить етіп тастап, 2 ғана түскен. Сол себепті де бұл жерде ай сайын, былай айтқанда 3000 теңгеден шығарып отыруға болады. Әрине дос шақырсаңыздар, дос шақыру қиын емес деп ойлаймын. Реф ссылкаларыңызды аласыздар и достарыңызға таратасыздар. Одан бөлек опростар шығып қалады кейде 1000 балға, 500 балға дейін. Оны да орындап қойсаңыздар болады.